Қадірлі ханымдар мен мырзалар, құрметті достар. Биыл бүкіл дүние жүзі, өнер сүйер қауым, адамзат тарихындағы ең ұлы тұлғалардың бірі, біздің музыка жайлы түсінігімізді өзгерткен адам, ұлы композитор Людвиг ван Бетховеннің туғанынан 250 жылдық мерейтойын атап өтіп жатыр. Людвиг ван Бетховен классикалық музыка және бүкіл музыка өнерінің ең ұлы композиторларының бірі. Оның қаламынан өзі өмір сүрген заманның барлық жанрындағы музыкалық туындылар шыққан. Көптеген шығармалары біздің музыка жайында түсінігімізді күрт өзгерткен және жаңа заман музыкасына жол ашқан. Людвиг ван Бетховен 1770-1827 жылдар аралығында өмір сүрген. Негізінде Людвиг ван Бетховеннің нақты туылған күні белгісіз, өйткені туу туралы куәлігі қазіргі уақытқа дейін сақталмаған. Бірақ 1770 жылдың 17 желтоқсан күні Людвиг ван Бетховен нәресте шіркеулік рәсімдерден өткені жайлы куәлік бар. Соған қарап, көптеген зерттеушілер Бетховен 16 желтоқсан 1770 жылы дүниеге келген деген тұжырымдама жасады. Бетховен музыканттар отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Йоганн ван Бетховен белгілі әнші, бас баритон болған. Ал атасының аты да Людвиг ван Бетховен. Сонда Бетховен өзінің атасының құрметіне қойылған. Атасы Бонн қаласының капельмейстері болған. Кезінде Людвиг ван Бетховеннің атасы сол замандағы Фландрия мемлекетінен Германияның Бонн қаласына келген. Сол жақта отбасы құрып, оның ұлы Йоганн дүниеге келген, ал Йоганның 3 ұлы болған. Ең атақтысы ол әрине Людвиг ван Бетховен, ұлы композитор. Басқалары Николаус Йоганн ван Бетховен және Каспар ван Бетховен. Сонда Бетховеннің Голландиядан шыққан тамырлары бар. Бұл жайында Бетховеннің фон емес ван болғаны айтып тұр. Фамилиясындағы қосымша Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен Бонн қаласына дүниеге келіп, кішкентай кезінен бірнеше инструментті жетік меңгерген. Олардың ішінде клавесин, клавикорд, фортепиано және орган. Мысалы, 12 жастан бастап Бетховен жергілікті органистің көмекшісі болып қызмет атқарған. Одан басқа скрипка, альтты да жоғары деңгейде меңгерген. Бетховеннің бірінші мұғалімі Пфайфер мырза болған, өз әкесінің досы. Одан кейінгі ұлы мұғалім Христиан Готлоб Нефе. Бетховеннің дарынын бірінші байқаған сол ұлы мұғалім Христиан Готлоб Нефе. Өзі композитор, пианист және музыка танушы. Бетховен жастайынан өнер сүйер қауымның қолдауына ие болған. Мысалы, сол кездегі Бонн қаласының курфюрстінің қолдауымен 16 жасында тұңғыш рет Вена қаласына барған. Және Вена қаласында ұлы Вольфганг Амадей Моцартпен кездескен. Бетховен 16 жаста ғана еді. Сондағы кездесуде Моцарттың уақыты тапшы болды. Және Бетховен бірнеше шығармалары орындап берді, бірақ басқа композиторлардың шығармаларын, бірақ оған Моцарт таңқалған жоқ. Сосын Бетховен өзінің керемет импровизаторшы екенін есіне алып, Моцартқа
өзіне бір тема берсін деп сұрады. Сонда Моцарт өзінің жаңа шығармасынан бір теманы ойнап берді. Соны фортепианода жалғастырып, Бетховен импровизация жасады. Соған Моцарт қатты таңданып, өз үйіндегі бүкіл адамдарға айтқан: бұл жігітке назар аударыңдар. Уақыт өтіп, келешекте бұл жігіт бүкіл дүниені өзгертеді. Сөйтіп, Моцарт 16 жастағы Бетховеннің музыка әлеміндегі тұсауын кесті. Сосын Бетховеннің мұғалімі, атақты соната және квартет, симфония жанрының атасы Йозеф Гайден өзі оқушы қылып шақырып, сөйтіп Гайден жас Бетховенға тәлім берген. Гайденнен бөлек ұлы Альбрехт Бергерден форма және полифонияны зерттеді. Сол кездерде жас Бетховен бүкіл веналық пианистерден озып, бүкіл Австрияның номер 1 пианисті және импровизаторы деп аталған. Оған дәлел екі ұлы пианист Бетховен және Даниэль Штайбельттің сайысы. Сол кездегі импровизаторлардың тартысында Бетховен жеңімпаз болып шықты. Және сол кездері Бетховен атақты граф Вальдштейн, князь Лихновский, князь Лобковиц және князь Разумовскийдің қолдауына ие болды. Сол кісілерге арнап талай музыкалық шығармалар жазған. Бір қызығы, князь Разумовский, князь Лобковиц, князь Лихновский, граф Вальдштейн, осы тұлғалар өз заманның ең ауқатты, ең бай, ең танымал адамдар болған. Бірақ осы адамдардың тарихта қалған бір ғана себебі Людвиг ван Бетховен осы адамдарға өз шығармаларын арнағаны. Сонда бұл өнердің ұлы феномені. Сол адамдар қанша бай, ауқатты, немесе өз заманында танымал болса да, тек қана Людвиг ван Бетховеннің осы адамдарға шығармаларын арнағаны үшін ғана олардың аттары қазірге дейін белгілі. Бетховен 18 жасында болғанда 1789 жылы ұлы француз революциясы басталды. Бұл революция бүкіл Европаны дүр сілкіндірді және Бетховеннің дүние танымына да үлкен әсер қалдырды. Сол жылдары Бетховен өзінің концерттік бағдарламаларын жүзеге асырып жүрді. Көптеген шығармалар жазды. Мәселен, Бетховеннің 9 симфониясы бар, симфониялық оркестрге арналған. Фортепианоға арналған 32 сонатасы бар. Скрипкаға арналған 10 сонатасы бар. Және осы 10 сонатасының біреуі Рудольф Крейцерге арналған. Крейцерлік сонатасы деп тарихта қалған. Және осы Бетховеннің Крейцерлік сонатасын тыңдап отырып, ұлы орыс жазушысы Лев Толстой Крейцер сонатасы атты әдебиеттегі әңгімесін жазған. Ал Бетховеннің скрипкаға арналған 8-ші сонатасы сол кездегі Ресей императоры Александр I-ге арналған еді. Және Веналық конгресс өтіп жатқан кезде сол императордың қолына тапсырылған еді. Онан бөлек бір опера, бір скрипкаға арналған концерт, фортепианоға арналған 5 концерттің авторы. Мәселен, фортепианоға арналған 5 концерттің әр біреуі музыка дүниесіндегі жеке бір құбылыс. Әсіресе фортепианоға мен оркестрге арналған 4-ші концерт музыкадағы революция болды. Өйткені классикалық концерттік жанрының тарихында бірінші рет концертті фортепиано жеке инструменті өзі бастаған еді. Ал Бетховеннің 5-ші фортепиано мен оркестрге арналған концерт император деген атқа ие болды. Бұл классикалық концерттердің ішіндегі ең ауқымды және ұлы концерт деп есептеледі. Бетховеннің Фиделио операсы. Революция ойларымен шабыттанып, бүкіл опералық реформаға үлкен үлес қосқан ұлы шығарма. Және сол кездері Бетховен өзінің ең атақты шығармаларын
жазады. Мысалы симфонияларға келсек, үшінші симфония героикалық симфония деген атқа ие болды. Негізінде ең басында Бетховен осы симфонияны ұлы Наполеон Бонапартқа арнағысы келген еді. Бірақ Наполеон өзі императормын деп жариялаған кезде Бетховен өз шешімін күрт өзгертіп, басқа адамдарға арнау жасады. Бетховеннің 5-ші симфониясын білмейтін дүниеде адам жоқ деп ойлаймын. Өйткені оның мотив және лейтмотив, оны Бетховеннің хатшысы және көмекшісі Антон Шиндлер «Так судьба стучится в дверь» деген атау берген. Негізінде Бетховеннің көптеген шығармаларының халықтағы атауы бар, бірақ Бетховен оларға өзі ат қоймаған. Бетховеннің ең атақты фортепианолық сонаталарын алатын болсақ, негізінде Бетховенде 32 фортепианоға арналған соната бар. Әр соната жеке құбылыс және жеке ғалам. Олардың ішінде 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші және 8-ші патетикалық соната, 14-ші ай сәулелі соната, Moonlight, Moonshine, лунная соната деп аталған соната, 17-ші гроза деп найзағай деп аталған соната, 21-ші Вальштейн, 23-ші Апассионата, 29-ші Хаммер клавир сонаталары кең танылған. Статистика бойынша әр жыл Бетховеннің толық симфониялары мен толық сонаталары дүние жүзінде бірнеше рет толығымен орындалады. Бірақ тарихқа келсек, Бетховен өз шығармаларына өте сирек кездерде ғана аттарын қойған. Мысалы, патетикалық сонатасының атын сол кездегі баспаның басшысы қойған. Апассионата деген ат Бетховен өзі қоймаған. Оны сонатаның темпіне қарап, болашақ келесі жылдары музыканттар берген. Ал ең атақты, мысалы, Вальштейн сонатасы. Ол Бетховеннің 32 сонатаның ішінде номері 21-ші соната. Бірақ сол соната граф Вальштейнге арналған. Сондықтан Вальштейн сонатасы деп тарихта қалған. Ал Хаммер клавир 29-ші сонатасы. Оны Хаммер клавир деп атайды, өйткені сол кезде Бродвуд, Штайнвей және тағы басқа фортепиано жасайтын мастерлер Хаммер клавир деген инструментті жүніге әкелген. Және сол сонатаны Бетховен арнайы сол Хаммер клавирға жазылды деген тұжырымдама бар. Ал енді ең атақты номері 14-ші ай сәулелі соната дегенге келсек, кәсіби түрде Бетховен бұл сонатаның аты, ол 32 сонатаның ішінде номері 14. Ал кәсіби тілмен айтсақ, бұл сонатаның аты опус 27 номер 2. Опус деген шығармалар жинағын білдіреді. Сонда 27-ші шығармалар жинағындағы 2-ші шығарма. Опус 27 номер 2 соната. До диез минор. Мәселен, менің қолымда осы сонатаның Бетховеннің өзі жазған қол жазбасының копиясы бар. Үш бөлімнен тұратын соната. Ал мынау баспада осы сонатаның ең тұңғыш рет баспадан шыққан нұсқасының копиясы жарияланған. Сол ай сәулелі сонатаны Бетховен 1808-801 жылдары жазған. Негізде сол жылдары жасы 30-ға таяп қалған және атақты графиня Джульетта Гвиччардиға арналған. Бетховен қайтыс болғаннан кейін 5 жыл өткен соң атақты музыкатанушы поэт Людвиг Рельштадт 1832 жылы осы сонатаның бірінші бөлімін естігенде
осы музыка рельштабқа айдың фирвельштадт көліндегі сәулесін және бейнесін елестетті. Сондықтан Людвиг Рельштадт осы сонатаны ай сәулелі соната деп ат қойған. Бетховен қайтыс болғаннан кейін 5 жыл өткен соң. Ал 20 ғасырда ұлы француз қаламгері Нобель сыйлығының лауреаты Ромен Ролан осы идеяны қолдап, содан кейін бүкіл дүние жүзі осы номер 14-ші оп 27 номер 2-ші сонатаны ай сәулелі соната деп атаған. Бұдан бөлек Бетховеннің фортепианоға арналған атақты шығармасы Фюр Элиз, Келизе Элизаға деп аталған. Негізінде Бетховен қайтыс болғаннан кейін бұл шығарма Бетховеннің каталогында болған жоқ. Бірақ сол кездегі атақты әйел Тереза Мальфатти қайтыс болғанда, сол әйелдің жеке құжаттарының ішінде осы Бетховеннің қол жазбасы, және осы шығарманың қол жазбасы табылған. Негізінде Бетховеннің өмірі Еуропа тарихындағы ұлы өзгерістер кезіне тап болды. Бүкіл адамзаттың ойы өзгерген кезі. Мысалы, Бетховенға дейінгі эпохада классикалық философия сол кездері дамып келе жатқан Гегель және Кант. Одан бұрын Исаак Ньютонның классикалық механикасы пайда болды. Одан бұрын Галилейдің заңдары. Сондықтан Бетховен күрт өзгеріп жатқан заманда өмір сүрді. Және сол заманның көшбасшыларының, идеологиялық көшбасшыларының бірі болған. Оның көп себептері бар. Және Бетховеннің жеке өміріне келетін болсақ, көпшілік білетіндей, Бетховен өмірдің соңында толықтай саңырау болған. Бірақ саңыраушылық бір мезетте келген жоқ. Ол 15 жыл бойы созылып бірте-бірте дамып келе жатқан. Және сол кездері Бетховен музыкант ретінде бұл үлкен трагедия болды Бетховеннің психологиясы үшін. Бірақ Бетховен өзінің тұлғалық қасиеттерін сақтап, ішкі сабырлығы мен энергиясын жинақтап, оны жеңіп, саңырау болып тұрған кезде де музыка жазған. Және мысалы Бетховеннің ең атақты шығармасы 9-шы симфониясы орындалған кезде Бетховен толықтай саңырау болған, ештеңе естімеген. Және сол симфонияның премьерасы бүкіл музыка өнерін өзгерткен деуге болады. Бұл симфония негізінде Пруссия королі Вильгельм үшіншіге арналған еді. Және ұлы неміс ақыны және жазушы қаламгері Фридрих Шиллердің Оде an die Freude, Оде to Joy, Оде к радости атты шығармасына симфония 4-ші бөлімі сол текстіне жазылған. Бұл симфония жанрының тарихында тұңғыш рет оркестрмен бірге хордың қосылғаны. Және сол симфония орындалған кезіндегі 6 рет болған овация бүкіл музыка жайындағы түсінігімізді өзгерткен. Сол симфония орындалғаннан бастап романтизм эпохасы басталды деген тұжырымдама бар. Бетховеннің көптеген романтикалық композиторлар кезінде Ференц Лист болсын, Фредерик Шопен болсын, олардың бәрі Бетховенді пір тұтқан. Мәселен, Лист 11 жаста өзінің жеке концертін бергенде, Бетховен сол концертке келіп, Листтің былайша айтқанда музыкалық тұсауын кесті. Ал Бетховеннің оқушыларының бірі ол ұлы Карл Черни. Бүкіл дүниежүзілік пианизмнің фундаментін қалаған сол кісі. Өкінішке орай Бетховеннің жеке өмірі жайында көптеген деректер сақталмаған. Өйткені, мәселен, Бетховеннің жеке хатшысы және көмекшісі Антон Шиндлер
қолында бар документтердің ішінде қайсылары Бетховен тұлғасына көлеңке келтіретін болса, солардың бәрін өртеп тастаған. Өйткені Шиндлер келешекте Бетховеннің мінсіз бейнесі қалсын деп деген оймен осыны жасады. Шиндлер үшін Бетховен жердегі құдай болып есептелген. Сөйтіп Бетховен тұлғасына қай жазбалар, жеке хаттар бір көлеңке келтіретін болса, солардың бәрін өртеп тастаған. Бірақ Бетховеннің жеке дәптерлері, хаттары кеңінен сақталған. Және әрине Бетховеннің партитуралары, шығармаларының ноталары, Бетховеннің музыкасы, Бетховеннің тұлғасы жайында көп нәрсені айтып бере алады. Бұдан бөлек Бетховеннің өмірін қарастырсақ, Бетховен музыка мастерлерінің ең олысы деп таныла алады. Өйткені кішкентай ғана элементтерден бастап, ол мысалы мәселен аккорд, арпеджио немесе гаммалар болса, сол минималдық элементтерден үлкен музыкалық ғаламдарды жасаған адам. Бұл композиторлық техниканың ең жоғарғы дамыған сатысы деп есептеледі. Әсіресе бұл Бетховеннің соңғы 3 сонатасында, опус 109, опус 110 және опус 111, номері 30, 31 және 32, және ең соңғы струнный квартет, шекті аспаптарға арналған квартеті үлкен фугасында айқын көрсетілген. Сондықтан Бетховеннің бейнесі, тұлғасы және Бетховеннің өмірінің өзі келешек композиторларға ұлы мысал. Қалай бір адам музыкант болып өзінің өмір сүрген әлемін күрт өзгерткен және келешек ұрпаққа өшпес із қалдырған. Дүние жүзі бойынша музыка танушылар Бетховеннің әрбір шығармасын зерттеп, көптеген еңбектер қалдырған. Егер тыңдармандарға Бетховеннің өмірбаяны қызық болса, онда Антонин Сгорш автордың Бетховен «Один против судьбы» атты әдеби көркем тілмен жазылған Бетховеннің роман түріндегі өмірбаяны бар. Бұдан бөлек Джон Суше авторы соның «Сокровище Бетховена» атты еңбегі кең таралған. Осы еңбекте көптеген Бетховен қол жазбалары, хаттары, басқа да құжаттардың копиясы бар. Сондықтан бүкіл документация мен нақты деректерге сүйеніп жазылған еңбек. Және сол еңбектердің копиясы кітаптың ішіне кіргізілген. Назарларыңызға рахмет.